Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі менің сабағымда осындай әдемі пляжға арналған сумка тоқып үйренетін боламыз. Өте жеңіл, рафиядан артық жіптерден тоқылған. Бірінші сабағымды көрмес тұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, колокольчик батырмасын басып кетуді ұмытпаңыздар. Алда әлі неше түрлі деген сабақтар болады. Қалып қоймаңыздар. Өткен сабақтағы екі түсті рафиядан менде осындай жіп қалып қойды. Осыны пайдалана отырып, енді сумка тоқуға кірісіп кеттім. Олай болса, бізге осы қалдық жіп, болмаса сіздерде жаңа жіп болса, жаңа жіпті пайдалануға болады. Және арнайы осындай сумканың түбін сатып алдым. Заммен қапталған. Және сәйкес нөмірлі 3-ші размерлі крючокпен тоқитын боламын. Ал егерде дайын болсақ, онда жұмысымызға кірісейік. Мына біздің сумканың түбін тоқып бастаймыз. Ең бірінші мына шетінен бастап тоқимыз. Қарапайым столбик без накидамен айналдыра тоқып шығамыз. Ең бірінші осылай жіпті осылай тартып аламыз да. Бір петляны былай етіп алып аламыз. Бұл бізде бірінші столбик без накида есебінде жүреді. Және тағы да бір петля тоқимыз. Міне, екі столбик без накида тоқылды. Енді бізде былай болады. Қыздар, мен мына жерде сіздерге қате айтып жібергем, мына тоқу барысында көрініп тұр. Бұл жерде әрбір ашық жерге бірінші екі столбик накидам тоқылады да, кейінгі екеуіне бір столбик накидам тоқылады. Одан кейінгісіне тағы да екі столбик накидам, кейінгісіне бір столбик накидам тоқимыз. Осылай қайталанады. Біздегі жаңа қалып қалған жіпті орталарына бірге алып тоқып отырамыз. Былай қойып ұстап отыруға да болады. Екі петля аламыз, одан кейін бір-бірден. Екі петля, одан кейін бір-бірден. Мен сіздерге артық айтып қойған екем. Сол үшін кешірім сұраймын. Енді біз мына тұрған тесіктердің арасын тоқып шығамыз. Ол үшін мына жібімізді артқы бөлігінен тартып әкелеміз. Былай. Сосын екінші тұрған петлядан мына жұмыс жібін тартып алып өткіземіз. Былай. Осылай соединительный столбиктармен, петлялармен мына тұрған біздің тесігін жауып шығамыз, ашық жерін. Мінекей соңына келіп жеттім. Енді тағы да мына тұрған біздің петляны мына бөлігіне, артқы бөлігіне алып шығып, былай қарай. Былай етіп алып шығамыз да. Енді мына қатардың соңындағы қосылған жерінен мына жерден петляға крючогымызды кіргізіп, былай кигізіп аламыз да. Осы жерден екеуін бірге тоқимыз. Біз жаңа петля алдық. Енді жоғарыға 3 петля подъема көтеріп аламыз. Ендігі бізде тоқитын мәселе, мына сумкамыздың табанын қоршап тоқып болдық. Енді бастапқы сумканың тереңдігін, яғни биіктігін тоқимыз. Ол үшін бірінші қатарда былай жасаймыз. Мына біздерде мына петлялар тұр ғой, міне. Осы петляның артқы екінші бөлігіне тоқимыз.
столбик с накидом тоқылады. Бергі бетіндегі петляның бергі бетіндегі жіпке емес, артқы бетіндегі жіпке тоқимыз былай. Мына петляның артқы бетіндегі петляға тоқимыз. Барлығы да столбик с накидом болады. Ешқандай прибавочный петля қосылмайды. Осы қатардың соңына дейін тоқып шығайық. Мінекей бірінші қатарды тоқып болдым. Енді тағы да 3 петля подъемы көтереміз де ары қарай, жоғарыға қарай тоқи береміз. Сумкамыздың өзімізге қажетті тереңдікте мөлшеріне дейін тоқи береміз. Ешқандай петля қоспаймыз. Әзірге ручкасын тоқитын жерге келген кезде үстемен кестесеміз. Мінекей қыздар, мен өзіме керекті мөлшерде тоқып алдым. Осы тереңдік маған жарайды. Сол себепті мінекей байқап отырғандарыңыздай менде қалдық рафиялар болғасын 3 түрлі түсті рафиялар қолданылған. Мына жерге дейін келіп тоқтаттым. Және де бұл тереңдік менде 30 см. 30 см тереңдікте тоқыдым сумканы. Енді бұл сумкеге мен мынандай ағаш ручкаларды қолданайын деп отырмын. Қазір бұны тоқу барысын көрсетемін. Егер де сізде жоқ болса, о да оңай. Алдыңғы сабақта менде бір басқа түрлі сумка бар. Соның ручкасын тоқу сияқты алып тоқуға болады. Қазір сіздерге көрсетемін жұмыс барысында. Мына жерде қосындыларын артынан жабыстырамыз. Мен ыстық клеймен жабыстыру арқылы жасырамын. Барлық мынандай шығып тұрған қосынды жерлердегі мынандай жіптерді ыстық клей арқылы жасыратын боламын. Енді қазір біз қолын тоқимыз. Яғни мына ручкасын. Сол үшін бір петля подъемы көтеріп аламын да. Енді мына жердегі жерлерді тек қана қарапайым столбик без накидамен тоқимын. Өзіміз өлшеп аламыз. Яғни мына біздің сумкамызды тұп-тура етіп қоямыз осылай. Сосын бұл бізге ортасына сәйкес қойылу керек. Ортасына қарай қойылу керек. Енді осы жерге дейін мен тоқимын. Мына жерге сәйкес келіп тұр екен. Осы жерге дейін тоқимыз қазір. Яғни неше менде петля 4-ін тоқып қойдым. 5, 6, 7, 8, 9, 9-шы петляға келгенде екен. 5, 6, 7, 8, 9-шы мен. Және 10-шысын біреу алайын, себебі кішкене алшақ болып тұр екен. Артынан бұны қолын тоқып болғаннан кейін жан-жағын әдемілеп үтіктейтін боламыз. Енді осы жердегі ручкамызды ұстап аламыз. Мына жұмыс жібін артқы бетіне жібереміз. Ручканың сосын мына тұрған петляға кигізіп басында бір столбик без накида сияқты тоқимыз. Барлығы бізде енді солай тоқылады. Крючоктың бірінші мына келесі тұрған петляға кіргіземіз де артқы бетінен іліп алып келіп, алдыңғы бетінен тартып жіпті біріктіріп петляларды тоқимыз. Тағы да артқы бетіне алып келеміз. 2 петля шықты бізде. Осы 2 петляны біріктіріп алдыңғы бетінен тоқимыз. Артқы бетінен петля алып келеміз. Оны алдыңғы бетіндегі жұмыс жібімен біріктіріп тоқимыз.
осылай тоқышамыз. Мінекей бізде осылай пайда болады. Түсіріп қоямыз. Міне енді мына жерге дейін өз бетімізше тоқышамыз. Қайтадан бір көрсетейін. Мына тұрған петлядан артқы бетінен жұмыс жібін тартып алып шығарамыз. Міне 2 петля болды бізде крючокта. Осы 2 петляны мына тұрған жіппен біріктіріп тоқимыз. Осылай етіп тоқып шығайық. Қазір сіздерге мына жермен кездесеміз. Мына жерде кездесетін боламыз. Мінекей қажетті жерге дейін келіп тоқып шықтым. Енді ары қарай мына бізде жұмыс жібі арт жағында қалады. Осы бойынша келесі петляға қарапайым столбик без накиданы тоқып жалғастыра береміз. Мен келесі бетке қарай бұрылдым. 18, 19 және 20 петляны столбик без накиданы тоқып шықтым. Енді екінші қолын тоқу қалды бізде. Тап солай екен. Екі жағында да менде мына беттен де 10 петля, арғы беттен де 10 петля, яғни мына қолдың арасы 20 петля болды. Енді тап жаңағыдай етіп тоқимыз. Жұмыс жібін артқы бетке қалдырамыз. Бірінші тек жіпті іліп алып тоқимыз. Одан кейін келесі тұрған петлядан артқы бетпен өткіземіз. Жіпті тартып алып алдыңғы бетте тоқимыз. Осылай мына бетте неше петля тоқуым санап шығайын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28 петляны қолына тоқып шығамыз. Тап осылай етіп. Мінекей мен екінші қолында тоқып бітірдім. Енді жұмыстың аяғын қарапайым столбик без накидамен тоқып аяқтаймыз. Осымен біздің пляжный сумкамызды тоқып біттік. Пляжный сумкамызды мен сияқты қалдық жіптерден тоқуға болады, немесе жаңа жіппен тоқысаңыз толық бір рафия кетеді. Яғни мындай бір рафия кетеді. Мендегі еспе жібі. Бұндай фурнитура қолдансаңыздар да болады, немесе қолданбай, қолданда ручканы тоқуға болады. Жаңа айтып өткендей, мен ерекше кішкене әдемі қылайын деп осындай ручка пайдаландым. Егер пайдаланатын болсаңыздар, бұл ағаш фурнитуралар арзан болады. Жаңағы сумка сататын, сумкаға арнайы құралдар сататын дүкендерден алуға болады. Менің каналыма тіркеліп лайк басып, комментарий қалдырып, колокольчик батырмасын басып кетуді ұмытпаңыздар. Алда тағы да неше түрлі сабақтар болады тегін. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болайық.